Келесі 2-де 90-шы есептің біріншісін шығарайық. Тең деп жалғастырамын. X-ті Y-ге көбейтсек, X, Y болады. Қосылған. X-ті M-ге көбейтеміз. X, M. Қосылған. M-ді Y-ге көбейтсек, M, Y. Қосылған M-нің квадраты болады. Келесі екіншісі тең деп жалғастырамын. X-ті көбейтеміз, X-ке X-тің квадраты болады. Азайтылған X-ті 1-ге көбейтсек, X болады. Қосылған X-ті 8-ге көбейтетіміз, 8X минус 8 болады. Тең ұқсас мүшелерді біріктіреміз, сонда X-тің квадраты қосылған 7X минус 8 кеткен екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Так, минус А-ны Y-ге көбейтетімізді плюс бұл көтереді. Сонда А, Y болады. Минус 2 минус плюс бұл көтереді, 2А болады. Енді Y-ті көбейтетіміз минус Y-тің квадраты минус Y болады. Ұқсас мүшелер бұл жерде жоқ екен. Дәл осылай қалады. Келесі минус 2А екен, 2Y. 2Y. Y-тің квадраты минус 2Y. Келесі төртіншісін шығарайық. Төртіншісі тең деп жалғастырамын. А-ны көбейтеміз 2А-ға, 2А-ның квадраты болады. Қосылған А-ның өзі минус 8А минус 4. Тең 2А-ның квадраты минус 7А минус 4 кеткен екен. Келесі бесіншісін шығарайық. 2X-ті көбейтеміз 2X-ке. Тең болады 4X-тің квадраты қосылған 2XY минус 2X минус Y. Ұқсас мүшелері жоқ, дәл осы қалпында қалады. Келесі алтыншысын шығарайық. M-ді көбейтеміз X-ке, MX қосылған MY минус NX минус NY кетен болады. Келесі жетінші есебін шығарайық. 5-ті көбейтеміз 4-ке 20 болады. Азайтылған 5А минус 4А плюс А-ның квадраты. Ұқсас мүшелерді біріктіріп жіберейік. Сонда 20 минус 9А қосылған А квадраты. Келесі 8-ші есебін шығарайықтен 6M-ді 2-ге көтетімсақ 12M болады. Минус 30M-нің квадраты. M-нің квадраты. Енді минус 6 плюс 15M болады екен. Тең. Енді ұқсас мүшелерді біріктірейік. Қосатын болсақ, 27M минус 30M-нің квадраты минус 6-ға тең екен. Келесі 2-де 91-ші есептің біріншісін шығарайық. 6А-ның квадратын 2А-ның квадратына көбейтетін болсақ, ол бізде 12А-ның 4-ші дәрежесі болады. Азайтылған, енді 6А квадратты 4В-ның квадратына көбейтеміз. Ол бізде 24. А-ның 2-ші дәрежесі, В-ның 2-ші дәрежесі болады. Енді 5
5 v-ның квадратын 2a квадратқа көбейтетін болса, 10 қосылған 10a квадрат v квадратқа тең. Азайтылған 20 v-ның 4-ші дәрежесі. 4-ші дәрежесі тең. Енді ұқсас мүшелерді біріктіреміз осы жерде. Мына мүше мен мына мүше ұқсас, сонда 12 тең деп жалғастырам. 12a-ның 4-ші дәрежесі минус 14a квадрат v квадрат минус 20 v-ның 4-ші дәрежесіне тең екен. Келесі екінші есебін шығарайық. Тең деп жалғастырамыз. Көбейтетін болсақ 7 m-ның 4-ші дәрежесі. 7 m-ның 4-ші дәрежесі минус 21 m-ның 2-ші n-ның 2-ші дәрежесі. Енді плюс болады 8 m-ның 2-ші дәрежесі, n-ның 2-ші дәрежесі минус екеуінің көбейтіндісі 24 кетен болады. 24 n-ның 4-ші дәрежесі тең. Енді ұқсас мүшелер болса біріктіреміз. Мына мүше мен мына мүшеміз ұқсас болады. 7 m-ның 4-ші дәрежесі қосылған минус болады. Минус 13 m-ның 2-ші n-ның 2-ші дәрежесі минус 24 n-ның квадратына тең. Келесі үшіншісін шығарайық. Үшіншісі 4 тең деп жалғастырам. 4 n-ның 4-ші дәрежесі қосылған 20 n-ның 2-ші дәрежесі минус n-ның 2-ші дәрежесі минус 5 кетен болады. Ұқсас мүшелерін біріктіретін болсақ, 4 n-ның 4-ші дәрежесі қосылған 19 n-ның 2-ші дәрежесі минус 5 кетен екен. Келесі 4-ші есебін шығарайық. Көбейтіп шығамыз бірмен-бір. 24x-тің 5-ші дәрежесі x-тің 5-ші дәрежесі азайтылған 8x-тің 3-ші y-тің өзі болады. Азайтылған 9x-тің 4-ші дәрежесі y қосылған 3x квадрат y квадратқа тең болады. Ұқсас мүшелер жоқ, дәл осылай қалады екен. Келесі 5-ші есебін шығарайық. Тең деп жалғастырамын. Бірме-бір көбейтіп шығамыз. Сонда 15a квадрат v-ның 5-ші дәрежесі азайтылған 20 a-ның 3-ші v-ның 2-ші дәрежесі азайтылған 12 a-ның a және v-ның 6-ші дәрежесі қосылған 16 a-ның 2-ші v-ның 3-ші дәрежесі болады. Келесі 6-шысын шығарайық. Тең деп жалғастырам. Жақшаларды бірме-бір ашып көбейтем. Сонда минус 14 x-тің 5-ші y-тің 4-ші дәрежесі қосылған 35 x-тің 4-ші y-тің 5-ші дәрежесі қосылған 2 x-тің 3-ші y-тің 3-ші дәрежесі минус 5 x-тің 2-ші y-тің 4-ші дәрежесі.